Шама амалымыз біреулер үшін кеткен ғой біздің. Намазда сәл ойыңыз басқа жаққа кетіп қалды ма, болды, ғафлетке түсіп қалдыңыз. Дұға жасап атқан нәрсеңіз ойланбай қалдыңыз ба, ғафлетке түсіп қалдыңыз. Ықылас кетіп қалды ма, болды ғой, ғафлетке түсіп қалдыңыз. Өйткені жігіттер естеріңізде болсын, кейде енді бір балам үшін қош көңілі ғой деп бірдеңе ойыншық апарасың ғой. Кейде соның барлығын Аллах Тағала кейін өзі қарап шығады ше. Кім не үшін істелген? Мынау қатын үшін істелген, мынау бала үшін істелген, мынау немере үшін істелген, мынау көршіні үшін, мынау құданың көңілі үшін істелген, мынау досыңның көңілі үшін істелген, мынау ғашық болған қызың үшін істелген. Бірақ бір тірлік Алла үшін емес та. Алла Тағала қарай дегенде, мынаны анау үшін істегенсің, мынаны содан ал, мынаны үшін істегенсің, содан ал, мынаны мынау үшін істегенсің, содан ал. Болды. Мынау мен үшін істепсің енді. Мынаның сауабын өзім береміз. Ал мыналарды менің шаруам, мен қатысым жоқ болған дейді. Сонда ойла, субханалла, қаншама амалымыз біреулер үшін кеткен ғой біздің. Немесе вообще ештеңе жоқ қой өрде. Не Құдайдың рызалығы көзделмеген, не Құдайдың жүзі көзделмеген, не Құдайдың өзі көзделмеген, әшейін істелген тірліктер бар да. Олай шаршап жүрген адамдар миллиард жер бетінде. Пайғамбар айтады ғой, үсті басы шаршаңқы, сондай бір адамдар келеді дейді. Аллахтың алдына өте көп еңбек қылған, болдырып келген сондай адамдар болады. Бірақ Алла қараса ішінде ол үшін істелген ештеңе жоқ.